Бұл сабақта біз мәтінді өшіру туралы сөз қозғаймыз. Және де бұл сабақ тікелей алдыңғы сабақпен, яғни мәтінді ерекшелеу сабағымен байланысты. Сол себепті алдыңғы сабақты өткізіп алмаңыздар. Мәтінді өшіру үшін негізінен екі батырма қолданылады. Бірінші батырма backspace деп аталады, екінші батырма delete деп аталады. Пернетақтада олар сәйкесінше белгіленеді. Алдымен backspace батырмасын қарастырайық. Оны біз қазір үшінші сөздің соңына қойдық. Және де басатын болсақ, байқап отырғандарыңыздай, ол біртіндеп солға қарай бір-бір әріптен, бір-бір символдан өшіріп отырады. Ал delete батырмасы керісінше жұмыс істейді. Ол өзінің курсордың оң жағында тұрған символды өшіреді. Байқап отырғандарыңыздай, оң жақтағы символдар біртіндеп жойылып барады. Енді неге мен алдыңғы сабақпен байланысты деп атадым? Себебі бұлайынша бір-бір символдан өшіріп жату көп жағдайда тиімсіз болуы мүмкін. Ондай кезде біз не істейміз? Бүтін сөзді өшіру керек болатын болса, сөзді ерекшелеймізді кез келген backspace немесе delete батырмасын басамыз. Белгілі бір аумақты өшіру керек болатын болса, сол аумақты белгілеймізді кез келген backspace немесе delete батырмасын басамыз. Дәл солай, ерекшелеудің кез келген әдісін қолданып, белгілі бір аумақты ерекшелеймізді кез келген delete немесе backspace батырмасын басу арқылы біз мәтінді өшіре аламыз. Осымен бұл сабақ аяқталды. Түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.